Бүгін белгілі ақын, жазушы, түркітанушы Сәрсенбек Сахабаттың туған күні. Қаламгердің еске алу күніне орай өмір жолы мен шығармашылығына қысқаша тоқталып өтсек. Сәрсенбек Сахабат 1954 жылы 24 наурызда оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан қаласында дүниеге келген. 1979 жылы Абай атындағы Қазақ педагогика институты филология факультетінің студенті болды. 90 жылдары Жібек жолы журналында редактор, Темір қазық журналында Мәдениет газетінде бас редактор қызметін атқарды. Зейнетке шыққанға дейін Жебе баспа үйінде шығармашылық қызметкер болды. Сәрсенбек Сахабат үркер таққа тоғайды, сені ойға алдым, жер шоқтығы Түркістан, машыраққа ұшқан тырналар, жыр жинақтарының Төреғұлдың нәзірі, Шәмші ғұмыр прозалық кітаптарының авторы. Сәрсенбек Сахабат Нәзір Төреқұловтың өмір жолын зерттеп, ғылыми шығармалар да жазған. Осылайша көпшілік арасында нәзіртанушы деген атпен танылған Сәрсенбек ақынның 7 жыр кітабы, 3 ғылыми зерттеу кітабы жарық көрген. Сәрсенбек Сахабат Әл-Фараби атындағы, Қарауылбек Қазиев атындағы әдеби сыйлықтардың халықаралық Нәзір қоры сыйлығының иегері. Ол терең ойлы ақын, қаламының желі бар түркітану майталмандарының бірі еді. Сәрсенбек Сахабат 2019 жылы 16 наурызда дүниеден өтті.